Балалар, қазір өткен сабақта тиянақты мақсатында кендір сөйлейтін жұмыртқалармен буыннан сөз құраймыз. Шашылып жатқан буындардан сөз құраймыз. Сосын сөзге дыбыстық талдау жасаймыз және буын түрлеріне ажыратамыз. Кәне кім қатысады? Жарайсыңдар. Кәне мен мына кофе таяқшалары арқылы ішінде аттарын жазылып тұр. Біреуін ұстайды, сол бала айтсын, Сұлтанәлі келе ғой. Немесе буындар жатыр. Құрастыра ғой бір буынды алып. Аны ұстау. Сосын мынаған қондыра бер. Айт даусын шығарады ғой. Ата. Қандай сөз шықты сонда? Оқушыларға қарай ғой. Ата мекен. Ата мекен. Талдай ғой. А. Дауысты зуан дыбыс. Т. Дауыссыз қатан дыбыс. А. Дауысты зуан дыбыс. М. Дауыссыз үнді дыбыс. Е. Дауысты сіңіске дыбыс. К. Дауыссыз қатан дыбыс. Е. Дауысты сіңіске дыбыс. Н. Дауыссыз үнді дыбыс. Өте жақсы. Кәне А қандай буын? Асық буын. Өте жақсы. Та. Асық буын. Ме. Асық буын. Кен. Бүтін буын. Өте жақсы балалар. Үш шапалақ. Қазір шығармашылық тапсырмалар бір буынды және екі буынды сөздердің суретін саламыз. Алдарыңыздағы қағазға. Кәне салайық, бастайық. Бір буынды және екі буынды сөздің суретін саламыз. Бүгінгі сабақ ұнаса, алдарыңыздағы қасықты күлтіртіп қоямыз. Егер сабақ ұнамаса, қабағын түйдіртіп қоямыз. Ал кәне істей қойыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Салыңдар сөйлеп.